Бойцов. В синем углу октагона боец из Азербайджана. Ему 28 лет. Его рост 178 сантиметров. Его официальный вес 77,1 килограмм. Он чемпион мира по ММА, чемпион Азербайджана по панкратиону, чемпион мира по ушу санда. Его профессиональный рекорд 5 побед, 4 поражения. В синем углу октагона боец из Азербайджана Тахмас Ализаде. В красном углу октагона его оппонент в этом бою. Боец из Кыргызстана. Ему 25 лет. Его рост 178 сантиметров. Его официальный вес 78,3 килограмма. Боец вышел на бой с желтой карточкой. Он чемпион Азии по панкратиону, чемпион Азии по джиу-джитсу, чемпион Алматы по боевому самбо. Его профессиональный рекорд 7 побед, 2 поражения. Боец из Кыргызстана в красном углу октагона Максатбек Жолдошулу. Рефери в октагоне Бауыржан Жуманов, Узбекистан. Бойцы на середину. Бойцы, слушаем мою команду внимательно. После команды стоп, прекращаем все действия. Покажите красивый, честный бой. Пожали руки. Бірінші раунд. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Тахмас Ализаде, көк бұрышта, қызыл бұрышта Максатбек Жолдошулу. Бұл жартылай орта салмақ. Андеркартты жабатын жекпе-жек. Турнирдің қақ ортасына да келіп қалдық деуге де болатын шығар. 14 жекпе-жектің 7-ші жекпе-жегі назарларыңызда. Алғашқы раунд. Бірден лоу-киктерден бастап отыр Ализаде. Бұл ара қашықтықты таңдап алудың жолдардың бірі деуге болатын шығар. Қазір әзірше алма кезек лоу-киктер жаудыруда, бірақ міне қазір Жолдош нокаут! Бір ғана соққы. Айтып үлгерген жоқ. Бұған дейін жасалған 2 соққыдан кейін Максатбек ұлының соққысы ауыр екенін байқап қалған болатынбыз, бірақ келесі серия шамамен 3 секундтан кейін дәл тиген соққы. Тіпті көрермендер де толықтай түсінбей қалған сияқты, қайталап көрейік. Қолдың сыртынан жасалған соққы міне. Бұдан кейін соққы жаудыру тіпті артық болғанда сияқты. Жылдың ең үздік нокауттардың бірі болатыны еш күмәні жоқ. Классикалық тігінен жасалған соққы. Бүгінгі кештің ең жылдам жекпе-жегі, жылдам аяқталған жекпе-жегі. Буквально на первых минутах, секундах первого раунда завершился этот поединок. Этот бой прошел всего лишь 30 секунд. Давайте поддержим бойцов и победителя, Вот. и проигравшего. Кажется, и обладатель бонуса. В первом раунде на 30-й секунде победу нокаутом одержал боец из Кыргызстана Максатбек Жолдошулу. Нокаут вечера потенциальный. В любом случае.